Сәлем достар, сіздермен бүгін біз Алия, Мерей және де біздің жаңа видеоға, жаңа влогымызға қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі видеомыз өте қызықты бір влог болайын деп тұр. Өздеріңіз білесіздер, біздің қазір арнамызда влогтар көп болып кетті. Және де Астанадағы тағы да бір очередной күнімізді сіздерге влог ретінде түсіріп тұрмыз. Енді жаз болғаннан кейін бізде влогтар көп болады. Сіздердің қолдауларыңызбен біз влогтарды, видеоларды жалғастыра беретін боламыз. Бүгінгі влогта біз шоппингке баратын боламыз сіздермен бірге, сонымен қатар басқа да қызықтар болады. Оны енді алдыда көресіздер. Видео бастамас бұрын лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше видеомызды бастаймыз. Біз қазір автобустамыз. Керуен Ситиге баратын болдық. Потому что анау күні біз мега супыға баратын болатынбыз. Енді Кернеуге барамыз. Керуен Сити. Біз деген түстік. Енді қазір жаяу бара жатырмыз. Аспанда прям әдемі болып тұр. Мен бірақ не түсіріп жатқанын білмеймін, потому что қап-қара болып тұр телефон. Жақта ханзада біз деген Ханшатырға келдік. Біз негізі Керуен Ситиге бара жатқан болатынбыз, бірақтан передумали, сөйтіп Ханшатырға келдік. Біз бір жыл бұрын Астанаға келген кезде Ханшатырға кірмеген болатынбыз еще. Сол себептен бірінші ішіне кіріп көретін боламыз. Астана деген жанып тұр. И Арен деген торговый центр ішіне кірдік. Бірінші, біз Мангоға кіріп жатырмыз. Рахат құдай шепрамыздай. Мама мен Алия қазір Адидастан аяқ киім көріп жатыр. Азида маған мәнерлеп, қазір бір өлең айтып беремін дейді. Вчера братом в шампане. Будто пахнет на коне. У него огромный клан, и на братом Чингисхан. Аза, сен серьезно ты айту керексің сондай прям? Помнишь наши чувства, и мы с тобой улетели. Потеряла тебя. Болды, короче. Мына қорқынышты екенше бір саған қарап отқан сияқты. Мен деген Марвинге бағын кеп жүрген. Тараздағы Марвин кішкентай, мына жақтағылар үлкен деп, Марвин баташа деп бір-екі кітапты көрін кеп жүр. Осы жерде болса алатын шығармын. Или мен негізі неден заказ беріп жүрмін? Флиптен. Флиптен бюджетный негізі. Ой, байқы. Типа анимешница. Дневник дейді, достар. Мына жақта тәттілер. Мына жақта осындай дәптерлер. Бұйырса бізде Back to School түсіретін боламыз. Егер де Back to School қалайтын болсаңыздар, давайте тез лайктарыңызбен қолдап кетіңіздер. Сол кезде бізде тезірек шығатын болады Back to School. Вы меня бесите дейді. Большая книга, челленджей дейді. Вау, күшті. Алияның жақсы көретін жеріне келдік. Алия өз осындай психологиялық, сондай нелер оқиды. Көбісі оқиды деп өтірік жасайын ба, Алия? Негізі вообще біреуінде оқымаған деп. Себе нежно деген, мына жақта 4 теңге тұрады екен. Бірақ негізі флипте бұдан да арзан тұрады. Мына жақта магия утра бар. Кемел адам бар. Себе нежно мынандай әдемі түрі бар екен. Мына бізде осындай эстетичный кітаптар. Эстетичный кітаптар дейді. Мына бізде мына жақта несі бар. Бізде несі бар. Который вообще ашылып оқымаған дейді. Мені махаббаттарыма барайық достар. 1, 2, 3. Та-дам! Агата Кристи. Мен біреуін, мені мынаны іздеп келгем. И прикиньте, бар екен мына жақта. Вот, осындай кітап хочу, Али алып берші. Мына жақта Гарри Поттердің заттары, қараңыздар. Кітаптардың өздері қандай әдемі. И мына жақта брелоктар да бар екен. Аттарын ұмытып қалдым, негіз білем. И мына жақта палочкалар бар екен, оказывается. Посмотрите, күшті прям. Шалақан Ханзада. Посмотрите, Гарри Поттермен бірге жүрсің бәне. Күшті. Смотрите. Үлкеннің барлығы Гарри Поттерға арналған екен, оказывается. И посмотрите, мынандай нәрсесі бар екен. Сондай сұш қалды. Иә, мынаған қараңыздар, кішкентай, анау үлкен, футболкасы бар ішінде. Мынау күшті екен, Гарри Поттер бар ішінде. Үлкендері осылай ғой. Ханзада деген осындайларға қызығып жатыр. Қараңыздар, мынандай адамдар осылай үйлеріне коллекция жинап қояды, күшті. И мына жақта Диснейдегі барлық принцессалар. Рефизента. Эльза, Рапунцель, Русалка. Золушка на вроде. Белоснежка. Ой, есть Золушка, ой. Мынау Золушка, мынау Белоснежка. Человек-паук. Мына жақта кітаптары бар екен дорамалардың. Мысалы, мен жақында ғана Гоблинді көріп бітірдім. Потом солонса бар. Қазір біз еще мына жақта мармелад анамны алайық деп жатырмыз. Посмотрите, мына жақта көп түрі бар. И иістері, дәмдері прям күшті сияқты. Қазір енді мамамен алайық деп жатырмыз. Біз деген алдық. Бірнеше мармеладтарды салдық кәдімгідей, и бағасы 779 теңге шықты. Мұнда Мерей мен Ханзада жүр. Қазір соларға апарайық.
Ханзада мынандай алдық. Алиялардың алған мармеладтарын жейміз. Қалай ұнап жатыр ма? Сахар. Біз қазір енді Бершкаға келдік. Біз еще курс жасаған болатынбыз, соған жауап беріп жүрмін. И мына жақта киім қарап жүрміз. Осылай екісті бірде алып, Бершка деп келіп алдық. Бірақ әлі екеуміз де телефонда кіріп кеткенбіз ғой. Жан жағымызға қарап көріп жатырмыз. Мына тем екен. Осындай күшті киімде біз қазір Зарада жүрміз. Және де өзіме осындай қазір киіп көретін шығармын. Бірақ мына жақта пятналар өте көп. Бізде бұл жақта Zara Beauty. Ешкім жоқ қой Zara Beauty'де. Но біз жүрміз. Мынандай алып кірпігіңді қайырып алсаң, иә. Өлеңнен қалай қоямын енді? Мән шынымен де боянып аласың ғой мына жақта. Митилярныйға да бір. Қазір біз Зарада жүрміз. И Ханзаданың осындай бір күшті. Ой, батыр шешпей қойсың. Короче, осындай велосипедка бар. Все, болды. Короче, біз нормальный кроссовки іздеп жүрміз. Мен Nike'тан алғым келіп жатыр. Adidas'ты көрдік, қазір Reebok'ты көріп жатырмыз. Мерей аяқты көріп жатыр, вот. Да, Ханзада не істеп отыр? Ханзада не істеп жатырсың сен? Не істеп отыр мен? Магия істеп отыр. Ханзада магия жасап отыр ма бір бөле? Сөйтіп сіздер. Біз қазір тамақ жейтін жерлерге келдік. Сенде таңдап жатырмыз. Қазір осы жерден аламыз ба деп жатырмыз. Біз деген, короче, осындай алатын жер таптық. Суши мен пицца алатын боламыз. Енді мен Джекастан қазір донор бергім келіп тұр. Біз ана жақтан заказымызды алдық уже. Там Мерей біздің тамағымызды алып келе жатыр. Қайда? Вот. Ашып күтіп отырмыз. Ура! Біздің суши и пиццамыз. Қазір еді доноры бар әлі. Теперь бізде суши. Вот и менің донорым 45 сантиметрді екіге бөліп берді. Қара өздері екіге бөліп береді екен. Өте ұзын донорды. Бізге аспасын енді. Вот такой вот донор. Біз деген уже барлығын жеп біттік. Енді қазір қайту керек. Біз еще қайтамыз. Тағы да бір жерге барамыз. Одан көрсем сіздерге. Өте қатты ұйқым келіп жатыр. Біз деген қазір Нью-Йоркер деген магазин таптық. Өзіміз қай жақта деп жүредік. Оказывается, мына жақта бар екен. Салып алдық осындай донерлерін. Иә, донерлер. Осындай көйлектер, қысқа көйлектерді осындай арзан бағада аласыздар да. Кимей қоясыздар. Сол себептен сатып алып қойыңыздар. Ал біз Нью-Йоркерден қазір киімдерді алып көрдік. Бірінші ол бізде осындай юбка и үстінде мынандай кофточкасы. И келесі бізде ол осындай топик. Вроде обычный, но необычный деп па. Сосын джинсовый топ таптық. Қараңыздаршы қандай әдемі. Мынау прям ұнап тұр бізге. Енді екі размерінен көреміз қазір қайсы болатынын. Так, сосын мен алған заттар ол осындай тоже бір необычный топ. Короче, бұны киген кезде күшті болып тұрады, вроде. И сосын мынандай обычный әдемі черный топ. Осындай киімдер алдық. Қазір енді кезек киіп, сөйтіп көретін боламыз. Осыншама заттарды таптық. Ал біз біріншісін киіп көріп жатырмыз. Қазір Мерей осындай джинсовый топ киді. Прям трендовый, өте күшті. И мен осындай әшейін көргенмін ғой. Обычный. Бірінші біздің образ осындай. Қазір қалғандарын киіп көрсетеміз. Ал біз деген екінші образымызды кидік. Маған өзіме өше ұнап тұрған жоқ мынау. Двойка, типа двойка, но екеуін екі түрлі бағамен сатып аласыздар. Ал Алияныңғы осындай тобик. Аты осындай XX болып тұрады, короче. Бізге ешқандай киім ұнаған жоқ, маған тек қана мынау ұнады. Біз қазір керуен сетіден шықтық, және де осылай алдыға бара жатырмыз. Мына жақта бәйтерек тұр. И бәйтеректің ар жағында, короче, бізге керек керуен сети тұр. Сол себептен сол жаққа бара жатырмыз. Мына жақта қандай распродажа болып жатыр? Иә, туристерге. Бірақ біз бұл жақтан алмаймыз, себебі біз местныймыз деп. Мына жақта қараңыздар, прям әдемі болып тұр. Мына жақта Абу-Даби. Мына жақта бәйтерек. И біз қазір екенбіз. Ал біз керуенге келдік. Біз негізі керуен сетиге келе жатырмыз деп қателік жібердік. Оказывается, біз әшейін керуенге келе жатыр екенбіз. И біз қазір керуенің ішін көріп шығатын боламыз. Тағы да бір торговый центр. Тағы да бір торговый центр. Біз қазір Галмартқа келдік. Су алатын боламыз. Басқа не айтса болады. Болды осындай. Обычный магазин.
Biz қазір Michael Kors'a келдік. Бағана анау брендтерді аралап тастаған болатынбыз. Қаншатырдың ішінен. Біз негізі бұл жақта не іздеп жүр десеңіздер, біз аяқ киімдер іздеп жүрміз негізі. Бізге бірақ ұнайтын аяқ киімдер әлі таппадық. Задағы мына жақтан мороженое алдық. Қазір осылай қайтып бара жатырмыз. Бізде погода күшті болып тұр кешке қарай. Қараңыздар, мына жақтағы аспанды, қантаданы. Бізде қазір сағат 8:56 кетті. И біз қазір уже қайтып бара жатырмыз. Мына жақта осындай күшті закат болып жатыр. Бәйтерек тұр үлкен, осындай күшті. Қазір да мынау мақтанып қоймайды. Мақтап жатқан жоқ. Кішкентай қыздар. Қазір енді үйге қарай қайтатын боламыз. Біз бүгін деген кәдімгідей азаннан тұрып шоппинг жасаймыз деп шыққанбыз негізі, но өзімізге киім алмадық, таппадық дұрыс киімдер, и білмеймін, вообще не керек екенін білмей жүрдік өзімізге. Зато Ханзада прям бүгін күштілеп тұрып шоппинг жасап, барлығын алып беріп Ханзадаға сөйтіп жүрміз. Бізде күшті погодамен қазір қайтып бара жатырмыз енді. Все, біз деген келдік. Қазір енді түсетін боламыз. Адам автобуста көп болды, сол үшін түсіре алмадық, еще ұйықтап бардық, короче. Біз уже үйге келіп, қазір енді киім ауыстырылатын боламыз. Менің бүгінгі лукым, кстати, осындай болды. Өстіп юбка киіп жүрдім. И мұнда бізде Зарадан алған заттар. Біз деген үйге келді. Қазір енді мен сіздерге өзімнің уходымды көрсеткім келіп тұр. YouTube'да бізде тек қана макияж жағуды көрсетеміз, ал уходты мүлдем көрсетпейді екенбіз. Сол себептен қазір мен сіздермен бірге уходымызды көрсетіп, қандай продуктларды қолданатынымызды совет беріп айтып кететін боламын. Совет беретінде енді мен өте көп умвашка, оңайлар қолданамын деп айтпаймын. Өзімнің қазір қолданатын заттарымды айтып кететін боламын. Мен бұл заттарымды уже екінші рет қолданып жатырмын. Бірінші рет қолданған кезде мен негізі күштілетіп, прям әдемі видео түсірген болатынмын Инстаграмға. Ол видеоны мен салмадым Инстаграмға, себебі ол видео өшіп кетті. Мен деген памятты тазалаймын деп видеоның бәрін өшірген болатынмын. Арасында сол видео кетіп қалыпты, сонымен ол видео қазір менде жоқ. Ал негізі біз Инстаграмға барлық жаңалықты, барлық жаңа біздің продуктларды, жаңа макияждарды барлығын сол жақта көрсетеміз. Менің бетімде қазір макияж жоқ, мен тек қана уход жасайтын боламын. Бірақтан сіздерге мицеллярный воданы көрсеткім келіп тұр. Вот, бізде мицеллярка осындай. Маған ұнады, жақсы кетіреді макияжды. Өзімнің уходыма кетпес бұрын мен сіздерге қазір бір умывашканы көрсеткім келіп тұр. Бізде ол осындай Немолидің алоэ вераның осындай умывашкасы. Но оказывается, бұны қолданған кезде бетті сухой қылып жібереді. Білмеймін, или тек қана менде ма, бетімді жаман сухой қылып жүргеннен кейін мен қолданбайтын болдым. Рахмет дедім, короче. Сіздер қолданып көрсеңіздер, сіздерде өздеріңіздің отзывтарын жазып кетсіздер, маған лично өзіме ұнаған жоқ. Ал давайте өзіміздің уходымызға кеттік. Вот, қараңыздар, өте әдемі. Қазір сіздерге бір-бірден көрсетіп кететін боламын. Мен негізі бұл брендті білмейді екенмін. Подаркаға Алияға берген болатын. Қолданып көріп жатырмын. Бірінші мынау умывашканы, екінші мынаны қолдану керек екен. Ең алдымен қазір мен шашымды жинап алатын боламын. Одан кейін уходты жалғастырамыз. Все, мен деген бетімді тазалап жуып алдым. Екінші затымызды алайық, ол бізде осындай. Осылай жағып, массаж жасап, потом өшіріп тастаймыз. Өздеріңіз де уходтарыңызды комментария жазып кетіңіздер. Өзім білмеймін, уход косметикаларға прям қатты қызығам. Все, екіншісінде кетіріп тастадым. Мен бетім прям жұмсақ болып қалды, андай крем жағып қойған сияқты бетіне. Келесі бізде ол пилинг. И бетімізге просто осылай жағамыз и массаж жасап, сумен жуып тастау керек. Ал давайте маска жасаймыз. Бұл маска бізде андай бетіне жағасын, потом бетін қат-қатты и осылай алып тастайтын маска. Все, мен деген барлық масканы бетіме жақтым. Енді қазір 20-30 минуттай күтетін боламыз. Одан кейін бетіміздегі масканы, пленканы осылай алып тастаймыз. Мен бетімдегі маска қатты. Енді қазір оның барлығын алып тастайтын боламыз. Қазір бізде ASMR болады. И все, бізде уходымыз аяқталды.
Осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Осылай Астананың тағы да көп деген влогтарын түсірейік па, соны комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны тең ойдамыз, лайктарыңызды басып, достарыңызбен жіберіп, біздің арамызға әлі де тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Бұйырса біз деген Back to School уже бастайтын шығармыз. Сол себептен давайте жазып кетіңіздер, сіздерге ондай тақырыпта видеолар қызық па, қызық емес па? Бізге оны оқу өте қызықты болады. Сіздермен болған біз Әлия Мери каналы. Келесі видеода жолыққанша, пока-пока.